Бүгін менің бір күнім офисімде өтті. Алдымен кеше дайындап қойған қаттаманың барлығын пісіріп алдым. Негізінде біз сияқты үйде отырған әйелдердің 12 сағаты өзінің сүйікті офисінде өтеді екен. Ойлап қарасаң, ол шындық. Қонақ күтетін кезде вообще шықпайсың. Бастамасын пісірумен бастап, жуумен аяқтайсың. Қаттаманы пісіріп болғаннан кейін осына ет пирог жасадым. Ішіне ет, картошка, асқабақ, дәмдеуіштер барлығын салып, қамырын илеп дайындап қойған болатынмын. Тағы да қамырын жайып, үстіне жайғастырып алдым да жұмыртқаның сарысымен жақсылап тұрып, жағып 180 градуста 15 минуттың ішінде пісіріп алдым. Міне осындай болып шықты, өте дәмді болып шығады. Оны жасап болғаннан кейін негізінде мен 2 аптада бір рет ыдыстарымның барлығын осылай қайнатып аламын. Қазір айтуы мүмкін, негізінде ыдысты қайнатпай-ақ күнделікті жақсылап тұрып көпіртіп жуатын болсаң, еш уақытта ыдыстарың кір болмайды деп. Мен өзім осылай қайнатқанды құп көремін, сол үшін үнемі қайнатып отырамын. Қайнатқанның бір жері жақсы, барлық май, дақтарды үнемі жуа алмай, кетіре алмай жүрген заттардың бәрін жуып шайып аласың ғой. Бір ыдысым қалған жоқ қой, барлығын салып қайнатып алдым. Мына жерде мен мүлдем қолданбайтын ыдыстарым тұрады, оларды да қайнатып алдым, қонақ келген кезде жылтырап тұрсын деп. Міне солай қыздар, менің бір күндік уақытым тек қана өзімнің сүйікті офисімде өтті. Сіздердің күндеріңіз қалай өтіп жатыр?